Джу Венчжун Лейтинг Джи Блиц бойынша әлем чемпионаты финал тайбрейк. D4, D5, C4, E6, Вәзір гамбиті, AC3, C5, Зигберт Тарыш варианты, CD, Вәзір A4 шах. Піл D7, Вәзір D4, ED және Вәзір D5. Ақтар бір сарбазды жек кетті, қаралар бір сарбазды құрбан етті. At C6, ATF3, ATF6, Вәзір D1, піл C5 және A3. B4-тегі торды бақылауды ұстау, өткені ат секіруі мүмкін. A6, E3, енді мына G1, A7 деген қиғаш жолды толығымен бақылауға алу және мына пілдің мүмкіндігін шектеу. Рокировка піл 2, Вәзір E7, рокировка тура FD8, енді ашық жолға ауыр фигураны қояды, Вәзір C2. Тура AC8, енді мына екіншісінде орналастырды, піл D2 бүкіл фигураларды іске қосты. Ат негізгі орталыққа барды, тура FD1. Ештеңеден қорқып тұрған жоқ, артық сарбаз бар. Қаралардың бір керемет бір белсенділігін көріп тұрған жоқ. Піл C6, Вәзір F5. Әрине, F3-тегі атты қорғау керек. Ат G6 және тура A C1 соңғы ойыншыны іске қосты. Енді артық сарбаздың басымдығы ертеме кешпе білінеді. Піл D7, Вәзір B1, піл C6 және піл E1. Сонымен айырбастау варианттарын бастайын деп жатыр. Айырбастау амалдарын, фигуралардың бәрін айырбастайтын болсақ, өзіміздің мына патша қанатындағы артық сарбазымыз бірден білінеді деп. Ат G4, ат D4 негізгі орталыққа барды. Мына піл өте қауіпті. Мына E3-тегі торды бақылауда ұстап тұр керек. Піл D7 және H3 бірден қарсыласты өз аумағынан қуып шығу. Бұлай піл F3 тамаша мынандай H1, A8 деген осындай қиғаш жолды басып алды. Тура B8 және ат E4. Бұл деген F6-ға және C5-ке шабуыл жасап тұр. Атты негізгі орталыққа орналастырды. Алдық және піл F5. Бұлай қарасаңыз, байлап тастаған сияқты болып көрініп тұр, бірақ бұдан қорқудың қажет жоқ. Алдық, ат F6 шах, бұлай және піл E4. Алдық және піл E4, Вәзір E4. Сонымен артық сарбаз бар. Бұл артық сарбаз деген өтетін сарбазға айналды. Мына піл, мына аттан мықтырақ. Содан кейін мынау артынан тұрады. Тарыш ережесіне сәйкес жағдай өте қарапайым. Ат F4, піл D2 кетей біздің аумағымыздан. Бұл енді Каспаровтың сүйікті аттарының бірі, соған байланысты қуып шығу керек. Бұлай піл E3, H6 және D5 кеттік. Мына атты осы жерден қуып шығайық. Ат F8, піл D4 бәлігін өте тамаша орналастырып жатыр. Вәзір G5 және тура D1. Әрине тарыш ережесіне сәйкес ауыр фигуралар артынан орналасқанды ұнатады. D8, піл C3, әрине мына пілмен мына атты салыстыруға келмейді. Мына турамен мынаны да салыстыруға келмейді және мынаны мынаумен салыстыруға келмейді. Ақтардың әрбір ойыншысы белсендірек және оған қосымша әрине мынандай тамаша не бар? Сарбаз бар өтетін. G6, D6, B5, D7, ат F4, патша H2, әрине мынандай іс-әрекеттерді болдырмаудың амалы. F5, Вәзір F3, G2-дегі торды бақылауда ұстап тұр керек. Ат бұлай піл A5, мына сарбаздың алдында тұрған кедергіні алып тастау. Бұлай Вәзір D5, бұлай байлап тастады, тамаша байлап тастады. F4, G1, бұлай алдық және D8 Вәзір. Алатын болсаңыз бұлай алады да, соң бұлай аласыз, және әрине артық сарбаз, артық піл бәрінен де мықтырақ.